Баланы бірінші орынға қоятын болса, бала не аурушаң болады, немесе жаңағы өмірден ерте кетіп қалуы мүмкін деген тақырыпты мен бүгін YouTube каналындағы оқырмандарға ашып, осы тақырыпты қозғағым келіп отыр. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Негізі бізде мынадай нәрсе бар. Біз ана 9 ай баланы көтереміз, өмірге алып келеміз, и одан кейін сол бала, көп мысалға апаларымыз бар, жасы 70-ге келген, 80-ге келген. Менің балам мысалда 50-ге келген, 60-қа келген қызын, ұлын бізге бұл бала маған әлі де бала секілді деп сөйтіп айтады. Мен үшін әлі ол бала ғой деген секілді айтады. Вот осы нәрсе дұрыс емес. Осы нәрсе дұрыс емес. Өйткені ол жасы 50-60-тағы ол бала емес. Ана оны өмірге алып келді. Сол ана арқылы ол өмірге келді. Бірақ ол жасы 40-та, 50-де, 60-та ол бала емес қой. Ол бала болды балалық шағында. Ал солайынан жаңағы жасы үлкен кісілердің өзін бұған бұл әлі де бала дейтін болса, сол кісілерде көп жағдайда мәселе болып жатады. Мен сол жайында бүгін сіздермен бөліскім келіп отыр. Жалпы біз былай айтайын, әйел адам отбасы құрғаннан кейін, өмірге бала әкелгеннен кейін, баланы жаңағы көп жағдайда андай не деп айтады? Біз мысалға біз әлі жаңағы отырмадық, біз енді еңбектеп жүрміз деп, ол кішкентай кезінде жарайды. Әлі де шынымен де бала 3 жасқа шейін мама и я жаңағы одно целое деп ойлайды екен да. Мен мама екеуміз бір адамбыз деп ойлайды екен да. Жақсы, ол уақытқа шейін біз деп айтуға болады. Бірақ 3 жастан асқаннан кейін ол уже әлемге уже қарайды. Ол уже түсінеді, мама екеуі бір адам емес екенін. Ол уже мамадан отделяться етеді уже, ол деген уже балабақшаға барып бастайды, уже басқа ортаға уже түсе бастайды. Сондықтан да ол уже түсінеді. Сол кезден бастап баланы біз деп айтудың қажеті жоқ. Мысалға, ол бала айталық мектепте жүр, мектепте мысалы 3 оқиды, 4 оқиды. Біз әлі жаңағы кестені, кесте таблица біз әлі жаңағы дұрыс жаза алмаймыз, немесе біз әлі жаттай алмаймыз деген секілді айтып жататын аналарды байқаймын да. Ол 3-4 класс емес, одан да жоғары сөйтіп айтатын да аналарды мысалы байқаймын. Бұл уже енді дұрыс емес. Бұл уже ананың махаббаты уже артығымен кетіп қалған жағдайға келеді бұл. Ал енді бұл ананың махаббаты тым артық болып кеткен жағдайда не болады? Осы кезде бала, яғни ана баланы бірінші орынға қойып алады деген сөз. Ал енді Алла тағала айтады, сендер нені немесе кімді менен артығырақ жақсы көресіңдер, сонымен сыналасыңдар дейді. Дұрысында біз Алла тағала бізге сол баланы себеп қылып берді. Алла тағала жаңағы Алланың қалауымен сол бала бізге бала болып келді. Яғни Алланың қалауымен сол балаға біз ата-ана болдық. Яғни бұл жердің барлығында да Алла тағаланың құдіретінен келген нәрсе. Бір тамшыдан ғана пайда болып жатқан, бұның барлығы Алла тағаланың құдіреті. Яғни біз бірінші орында Алла тағаланы жақсы көруіміз керек. Бізге сондай баланы бергеніне, бізге осындай өмір бергеніне, бізге осындай жаңағы отбасын бергеніне, сондықтан да біз бірінші орында Алла тағаланы жақсы көретін болсақ, одан кейін өзімізді жақсы көруіміз керек. Кез келген ситуацияда біз өзімізді, Аллах біз дәл осы жаратқанымызды солай жақсы көруіміз керек. Содан кейін барып бізде жаңағы күйеу, өзің жақсы көрген күйеуіңді жақсы көресің, әйел адамдар үшін. Одан кейін барып бала. Ал біз осылардың барлығын ысырып бірінші орынға баланы қойып, көп жағдайда сынап жатамыз. Ал енді осы кезде баланы бірінші орынға қойып қалай сыналады? Көп жағдайда балалар аурушаң болып жатады. Көп жағдайда ауыра береді, үнемі ауыра береді, үнемі проблема бола береді. Ол бала мысалға да кішкентай кезінде жаңағы төбелесіп таяқ жеп жатады, біреулер ұрып кетеді, біреулер соғып кетеді. Ол ертең жаңағы армияға баратын кезде, сол армияда да қазір көп нәрселер болып жатыр ғой. Жаңағы неше түрлі ситуациялар болып жатыр. Бұлар да тоже осы маманың артық жақсы көріп қойғанынан болып жатыр да. Ал енді мен жаңа айттым, басында бала 3 жасқа дейін ғана мамамен бірге, мама солайынан жақсы көріп, біз деп атауына болады. Одан кейін уже жіберу керек деп. Вот осы
осы армияға кеткен баланы да тоже кейбір аналар мысалға мен оны уайымдаймын деп отырады. Осы ана уже уайымдаймын деген сөзі арқылы ол балаға бірдеңе болып қалса ше, ол баланы біреулер жаңағы ұрып қойса ше, ол балаға жаңағындай үйтсе ше, бүйтсе ше деген секілді неше түрлі нәрселерді ойлау арқылы бала әлі де ананың махаббатына шыға алмай тұр деген сөз да. Сондықтан да ол балада ана жақта мәселе болады. Мына жануарларды қарайықшы. Жануарларда инстинктивно баланы жаңағы өмірге әкелгеннен кейін өз жаңағы бір уақытысында белгілі бір уақытқа шейін балаға тамақтандырады, белгілі уақытқа шейін оларға жаңа сүтін береді, и уақыты келген кезде олардың бәрін жібереді уже. Өздерімен өздері күн көруге жібереді. Негізі дұрысында әркімнің, адамдарға келсек, әр адамның өзінің бұл өмірде жаңағы алатын опыты бар, тәжірибесі бар. Ол бала, мысалға біз ана махаббаты артығырақ болған кезінде баланың өзі кішкентайында мысалға да бір нәрселерді тәжірибе жасай алмайды. Неге? Біз себебі аналар көп жағдайда жаңа не істейміз? Ой, құртып қоясың, ой, өйтіп қоясың, қазір қолыңды кесіп аласың, өйтіп құлап қаласың, бүйтіп қаласың деп біз тәжірибе жасауға, біз осы махаббатымыздың жаңағы артықшылығынан біз оларға тәжірибе жасауға мүмкіндік бермейміз. Ал біз егерде балаға жіберетін болсақ, олар сол кішкентайынан тәжірибе жасап үйренетін болса, сол тәжірибе жасау арқылы олар уже өмірде бала кезінде бәрін жасап тәжірибені жасап алғандықтан олар уже ересек өмірде жаңағы өз орнын табуына өте жақсы ықтимал болады. Сондықтан да осы нәрсені ескерсек, жаңағы балаға қатты жақсы көріп кетуге болмайды. Енді мен жаңағы сіздерге баланың тағы да несін айтайын, өмірден ерте кетіп қалуы мүмкін деген нәрсені айтайын. Осы жаңағы ананың қатты жақсы көргенінен Алла тағаланың сынағына түсіп жататыны осы, дәл осылайынан өмірден ерте кетіп қалуына бірден бір себеп осы ананың махаббаты. Сондықтан да сіз осы нәрсені естіп отырсыз ба, осы нәрсені біліп отырсыз ба, осыдан кейін былай сізге егерде толық ақпарат керек болса, мен мысалда дәл осындай нәрсені қайдан біліп оқуға болады дейтін болсаңыз, міне Анатолий Некрасовтың «Материнская любовь» деген кітабын алып қарасаңыздар, оқысаңыздар, осы жерде толық бір кітап осы ананың махаббатының артығырақ жақсы көріп кеткеннен не нәрсе болатынын толық жазылған. Ал мен сіздерге осыны қысқаша түсіндіріп отырмын. Және бұның бірінші жағы бала аурушаң болады, ананың махаббаты қатты болып кеткеннен, и одан кейін ол жаңағы өмірден ерте кетіп қалуы мүмкін. Ал бұның енді екінші жағы бар. Ана бүткіл махаббатын балаға арнап қоятын болса, күйеуіне сен тұра тұршы, сен қоя тұршы деп күйеуді екінші орынға былай итермелей берсе, бала авторитет та, күйеуде авторитет жоқ мысалға да, и осындай күйеумен қарым-қатынас осындай болатын болса, осы кезде уже күйеумен де қарым-қатынас дұрыс болмайды. Күйеу осы кезде арақ ішіп кетеді. Ол уже арақтан да басқа нәрсені не істеп кетуі мүмкін, қызығы жаңағы басқа әйелдерге кетіп қалуы мүмкін. В общем, қызықты сырттан іздеп солайынан кетіп қалады екен да күйеуші. Бұл уже екінші жағы. Ал енді дұрысында біз жаңағы баланы сен тұра тұр деуіміз керек та, дұрысында балаға сен тұра тұр. Мысалда күйеуіңізбен балаңыз бірде обращаться етіп жатыр, балаға сен тұра тұр деп мысалда күйеуіңізді тыңдағандайсыз да, көрдіңіз ба? Сондықтан да үйде күйеуіңіздің, баланың әкесінің авторитеті, мәртебесі жоғары болу керек. Ал сол мәртебені жоғары қылатында, ол мәртебені төмен қылатында көп жағдайда әйелдерге байланысты болып жатыр. Сондықтан да сіз жаңа баланы жақсы өмірге әкелдіңіз, ол әлі әлсіз ғой, ол әлі жаңағы оған көмек керек қой деген секілді нәрсенің барлығы ол керек емес. Ол өзі тәжірибе жасау арқылы жаңа өмір сүруге дағдыланады былайша айтқан кезде. Оны енді былайша айтқан кезде болды өзіңмен өзің өмір сүр деп жібере салу емес қой. Сіз әрине баланың жаңағы баланың тәрбиесіне сіз жауаптысыз, сіз де күйеуіңіз де жауаптысыз, бірақ соны жаңағы өмірде өздеріне тәжірибе алуға рұқсат беруіміз керек та, және бүткіл ісіне араласа бермеуіміз керек. Олар өздері шеше білу керек. И ана махаббаты тым қатты болып кетпеу керек та. Ана махаббатын жаңағы әке дегенде күйеуге деген махаббаттан кейін тұру керек та. Ана махаббаты күйеуге деген махаббаттан кейін тұратын болса, сол кезде дұрысы солай. Сондықтан да
егер де сіздің де тоже айналаңызда осы баланы бірінші орынға қойып қойған, баламен көп сыналып жатқан отбасылар болатын болса, міндетті түрде осы видеоны жіберіп қойыңыз, міндетті түрде бөлісіңіз, комментарий жазыңыз, парақшама тіркеліп қойыңыз. Әлі де Алла қаласа қаншама пайдалы ақпараттар дайындап отырмын. Бұйырса солардың барлығын шығаратын боламын. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Ал жақсы, сау болыңыздар. Келесі рилста, келесі видеода кездескенше.